Біз соғысты көрген жоқпыз, естідік. Соғыстан соң туғандарымыз етек жауып ес біліп, соғыс үні жетім болып жесір болып тұратындай әлі бізге естіліп. Иә, біз соғыс деген суық сөздің не екенін кітаптан, теледидардан, қариялардың әңгімесінен естіп, біліп өскен ұрпақпыз. Жүрекке жара, көңілге нала салған кезең келмеске кетті. Осы бақытты күніміз, тыныш түніміз үшін тер төккен аталарымызға мың алғыс. Мирас, қалың қалай? Жақсы. Мирас, айта қойшы, соғыс деген не? Серік аға, соғыс деген Counter-Strike емес па? Жоқ, Мирас, ол одан да қорқынышты. Естір құлаққа ертегідей болып сезілетін екінші дүниежүзілік соғыс әлем тарихындағы ең ауқымды, шығыны көп соғыс саналады. 6 жылға созылған алапатта 40-қа жуық мемлекет қатысып, 60 миллионнан астам адам қаза тапқан деген дерек бар. Осы сұрапыл соғысқа Қазақстанда жасақталған 12 атқыштар, 4 атты әскер дивизиясы, 7 атқыштар бригадасы және 50-ге жуық жеке полктер мен батальондар жөнелтілген. Нақты деректерге сенсек, соғысқа дейін Қазақстанда 6 миллионнан астам адам болған. Соның 1 миллион 200 мыңға жуығы қолына қару алып, майданға аттанған көрінеді. Біз бейбітшіліктің құнын терең түсінуге тиіспіз. Егер біздің бабаларымыз сол кезде жеңіске қол жеткізбеген болса, біз бүгінгі тәуелсіздікті көрер медік, көрмес педік. Бостандығымыз бен тәуелсіздігімізді бағалай білуіміз керек. Ал жастар ардагерлерге әрқашан қамқор болуы қажет. Өз кезегінде мемлекет те оларға жан-жақты көмек көрсетеді және оны одан әрі жалғастыра береді. Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаев. Иә, зарықтырып жеткен жеңістің құны мен қадірі біз үшін өте қымбат. Отан үшін отқа түсіп, оқ құшқан бабаларымыздың ерлігі ұмытылмақ емес. Қазіргі заманда біздің бейбіт өмір сүріп жүргенімізге, осындай жерде керемет Астанада қыдырып жүргеніміз, ол біздің ата-бабаларымыздың арқасы. Сол кісілерге қазіргі кезде біз мың алғыс айтамыз. Баршаларыңызды жеңіс күнімен құттықтаймын. Тәуелсіз күнімізге жеткізген ата-бабаларымызға және де ардагерлерімізге мың алғыс. Біз өте бақытты жастармыз. Біз қазақ жастары осындай байтақ елде, туған жерімізде тыныштықта өмір сүріп жатырық. Және де осындай тыныш өмір бізге оңайлықпен келмегенін әрине білеміз. Сол үшін де біз өзіміздің осындай жерді алып келген, осы жерді қорғап қала білген өзіміздің ата-бабаларымызға көп-көптен рахмет айтамыз. Олардың ерліктері әрқашан біздің есімізде. Мына қатар-қатар сүрелер кешегі күннің қасіретті тарихын қабақшытпай арқалап тұр. Бейне бір ерліктің шежіресін елдіктің үлгісіне балап сақтап қойғандай. Енді ұрпақ осы қазынаның қадірін біліп, бейбіт күннің қандай еңбекпен келгенін түсінсе, намысын нанға сата қоймас. Ел аман, жұрт тыныш болсын.